Сәлем достар, бүгін біз өте жеңіл, кез келген адам, тіпті бірінші рет жасап тұрған адам жасай алатын бисквит дайындаймыз, және ол бисквитті әрі қарай креммен жағып, қосып, әрлеп, тортқа айналдырамыз. Сонымен ең оңай торт. Бізге 5 жұмыртқа керек, 10 грамм қамыр қопсытқыш немесе ас содасы, 100 грамм сұйық май, 120 грамм қант, 150 граммға дейін алуларыңызға болады, 180 грамм ұн қажет. 5 жұмыртқаны жарып, миксерлейміз. Аздап түсін өзгерте бастағанда 120 грамм қантымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырамыз. Қантты салған кезде араластыруды тоқтатпаймыз. Жұмыртқа мен қантты шайқап болдық. Осындай созылмалы күйге жеткенше көпіршіктен тұрғанға дейін шайқап аламыз. Енді шайқауды тоқтатпай сұйық майды сыздықтатып құямыз. Майды түгел араластырып болғанда ас сода мен ұнды үлкен тереңірек ыдысқа елеп араластырып аламыз. Ұнды елеп алғаннан кейін қамыр қопсытқышпен араластырып, ақырындап бетіне 3 немесе 4 бөлікке бөліп саламыз. Және салынған ұнды осылай араластырып тұрамыз. Табақты бір қолымызбен жылжытып тұрамыз ыдысымызды, және төменнен жоғары қарай көпіршіктері басылмайды сонда, және ортасында түйір-түйірлер қалып қалмайды. Егер қамыр қопсытқыштың орнына ас сода қосатын болсаңыз, мөлшерін кішкене азайтып, және оны сірке қышқылмен немесе лимон шырынымен көпіршітіп алуды ұмытпаңыз. Ол кезде оны ұнмен араластырып қоспайсыз, ұнды қосып болғаннан кейін ақырын-ақырын қосасыз, немесе сұйық майды араластырып болғаннан кейін миксермен шайқап алуыңызға болады. Немесе ұнды салып болғаннан кейін уақытыңызды бөліп араластырып тұрам десеңіз, ұнды салғаннан кейін салсаңыз да болады. Дәл осы видеоның астына алдағы көргілеріңіз келетін рецепттерді жаза кетіңіздер. Мен сол бойынша жоспар құрып жасай берейін. Және алдағы 2-3 күндікте біз тәтті ірімшіктің видео рецептісін ұсынамыз. Дүкеннен барып сүт алып келіп, үйдің сиырының сүтін, дүкеннің сүті емес, таза сүттен, табиғи сүттен дайындайтын боламыз. Онда міндетті түрде електен өткізіңіздер. Бір рет өткізсеңіздер әрине жеткілікті. Ал ұн мен ас сода жаңағы қамыр қопсытқышымыз жақсы араласып кету үшін алдын ала екеуін електен өткізіп, содан соң араластырып жіберіп, артынан осылай елекпен себе отырып салсаңыздар, өздеріңізге де ыңғайлы, түйір болмауға, әрі арасына оттегі кірігіп, оттегімен қаныққан ұн болады. Сондай-ақ ыдыстарыңыз жұмыртқа шайқайтын кезде су болмағаны дұрыс, және ұныңыз ылғал тартып қалмаған болуы керек. Сондай-ақ ұнның ең жоғарғы сұрыптан болғаны жақсы. Араластырып болдық. Бізге әзірге ешқандай араласпай қалған ұн көзімізге түсіп тұрған жоқ. Бұл уақытқа дейін біз пешімізді қыздырып қойдық 120-140 градусқа. Кейбір кісілерде ол жоғарырақ болуы мүмкін ол температура, бірақ мен дайындайтын пеште 120-140 градус ең жеткілікті қажетті норма. Жұмыртқаны шайқауға кіріспестен бұрын мынандай қалыптарыңыздың сыртына фольга орап, немесе басқа табаны бітелетін қалып болса, барлығын дайындап тұрасыз. Себебі қамыр араласқаннан кейін ұзақ уақыт өткізбеңіз. Құрамындағы қамыр қопсытқыш ол сыртта тұрып әсер етіп өз қызметін атқара бастамауы керек. Ол пешке түскеннен кейін ғана өзінің қызметін атқарады. Сондықтан сол аралықта жылдам уақыт кетірмей, бірден шайқап оны араластырып болуға барлығын құйып, бірден пешке салып жіберетіндей жағдай жасап қоюыңыз керек. Пешімізге жібереміз. Қызып тұрған пешке төменгі деңгейіне қарай саламыз, және 15-20 минут күтіп пісіріп аламыз. Бисквитімізді 22 минут тұрды, және оны пештен алып шығамыз. Бисквитіміздің толық піскен-піспегендігін мынандай ағаш таяқшамен тексеріп көреміз.
бірнеше жерден тексеріп көремін. Мен пештің алдында жағында, артқы жағында тұрған жерлерін. Және осы күйінше суытамыз. Бисквитіміздің жиегін пышақпен жүріп өтеміз. Және мұндағы қалыптан шығарып аламыз. Өте жұмсақ, өте ылғалды бисквит болады. Осы күйінде немесе төменгі жағындағы фольганы алып, сетканың үстінде, яғни тордың үстінде суытып алсақ, тезірек суиды. Осы күйінде суытамыз. Енді осы піскен бисквитімізді 3 бөлікке бөліп аламыз. Бисквитті кесу үшін тақтаға орналастырамыз, немесе айналдыратын ыдыстарыңыз болса, соған орналастырасыздар. Және оның қаптауына келіп, өзіңіз кесетін жерден өлшемін біліп аласыздар. Оның астына сондай биіктікте зат қоясыз. Сосын сонымен былайынан айналдырып шықсаңыздар, өте бір тегіс кесіледі. Пышақтарыңыз жылжытпай тұруға да болады. Енді осы кесілген салған сызығымыздың ізімен қайтадан толықтай кесіп шығамыз. Енді келесі бөлігінде дәл солай жасап кесіп шығамыз. Енді бисквиттерімізді ортасына крем жағып жинаймыз. Тортымыздың кремін дайындау үшін бізге 200 грамм қант ұнтағы керек, 500 мл клейкей керек, және 200 грамм сүзбелі ірімшік керек. Бұнда кремет те, мынау президент. Осындай табиғи жолмен жасалған өнімдерді пайдалануларыңызға болады. Ол өте дәмді әрі сенімді. Терең ыдысқа қант ұнтағын електен өткізіп, біркелкі етіп қосып аламыз. Қант ұнтағын електен өткізіп болғаннан кейін оның бетіне сүзбелі ірімшігімізді салып, қасықпен немесе кез келген бір қалақшамен ыңғайлы өзіңізге қантпен сүзбелі ірімшікті араластырып аламыз. Қант ұнтағы мен ірімшікті араластырып болғаннан кейін оған клейкейімізді құйып миксермен шайқаймыз. Креміміз дайын. Қалай қозғасақ та креміміз өзінің қалыбын жоймайды. Енді тортымызды жинаймыз. Төменіне қарай қоямыз. Және оның бетіне кремімізді саламыз. Сыртына қалып, бисквитті пісірген қалыпты салып жинауыңызға болады. Алғашқы уақыттарда егер қисайып кетеді, түзу шықсын деген сияқты ойыңыз болатын болса, түгел әдемі жиналған қалап, мұндағыны форманың сыртына кигіземін. Бірақ кез келген кондитер бұл қалыпсыз жинай алу керек деген мастер-класстарға барғанда айтылатын бір сөз бар. Жағатын креміңізге сенімді болып жағасыз. Бір жері асып кетеді, бір жері кіші болып қалады деп ойламайсыз. Мен жақында бисквитке егер май қоспасаңыздар, бұдан да биік болып шығады. Бірақ осыншалықты ылғалды бисквит болмайды. Көбінесе торттардың жиегіне ободок деп айтылады.
кондитерлік қалтамен жасалынып жатады, ол кезде сәл торттарыңыз биіктеу сияқты көрінеді. Әсіресе ортасына сұйық басқаша кремдер салатын кезде де сол авадокты қолдану ұсынылады. Ең соңғы үшінші қабаттың бетіне саламыз. Енді беті әдемі жағу үшін бірден көп мөлшерде жақпаймыз. Себебі бисквитті кескендегі қоқымдар бар, ұсақ. Олар бізге кремімізге, қалақшамызға жұғып, тортымыздың әдемі шығуына кішкене өзінің әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан бұны әдемі жиналу үшін әр кезде ең соңғы беттерін және сыртқы бетін осылай ақырындап жасап алып, және оның бетіне әрбір қабатты бірнеше қабат етіп жағуға тура келеді. Мысалы, қазір осыны жағып аламды, мен тоңазытқышқа салып қоям, бір сағаттан кейін алып тағы қалған крем жағам. Солай жасалынады. Бір тегіс жағылу үшін және әдемі шығу үшін. Ал үйге жасадым, сатуға емес деген сияқты жасайтын болсаңыз, сонда барлығын бірге жасап, ары-бері жұмысты көбейтпей жасауларыңызға да болады. Тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Тортымыз 1,5 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді ақырын жиегін жүргізіп өтіп, сыртындағы қалыпты алып аламыз. Жиегін қазір көрсетемін. Сыртқы көрінісі ең алғаш крем жаққаннан кейін осындай болады. Одан әрі қарай кремді жиегіне және бетін тегістей отырып жағып әрлейміз. Бетін әрлеу үшін мен тамаққа арналған бояғышты қалған кремге араластырып жіберемін. Және оны кондитерлік қалтаның басына бетіне гүлдер саламын. Гүлі бар жер біздің үйде балаларға, данаға қызық әсіресе. Тортымызды дайындап алғаннан кейін жиегін жасау үшін ыстық қайнап тұрған суға, кондитерлік қалтаға немесе мынандай полиэтиленді қалтаға шоколадты салып ертіп аламыз. Және ақырындап сонымен тортымыз дайын. Енді тортымызды кесіп өте оңай әрі өте дәмді тортымыз дайын. Үлпілдеген, ортасы ылғалды, сондай ешбір пропиткасыз да ылғалды тортымыз. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылыңыздар.